Баршаңызға сәлем. Бүгін 134-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы теңдеулер. Бұл сабақта күрделі теңдеулерді шешуді үйренеміз. Бірінші есеп, есепті шығар. Оқушылар үйінде жас ғарышкерлер үйірмесі ашылды. Әр қайсысынан 2 данадан 2 түрлі телескоп сатып алынды. Телескоптың бір түрінің бағасы 78.900 теңге. Егер барлық саудаға 371.800 теңге төленген болса, онда телескоптың екінші түрі қанша тұрады? Телескоп, екі түрлі телескоптан екеуден сатып алған. Біреуінің бағасы 78.900 теңге екен, екіншісінікі белгісіз. Біз осыны есептеп табуымыз керек. Берілген жазып аламыз. Бірінші телескоп 78.900 теңгеден 2 дана, және екінші телескопта неше теңге екен белгісіз, бірақ бұдан да 2 дана. Барлығына 371.800 теңге төленген. Осылайша берілген жазып, шешуін орындаймыз. Бірінші телескоптың 2 данасы қанша тұратын табамыз. Ол үшін 2-ні 78.900-ге көбейтеміз. Бұл 157.800 теңге болады. Демек, бірінші телескоптан 2 данасы осынша тұрса, енді екінші телескоптың 2 данасы қанша тұрған табу үшін біз барлық телескоптардың құнынан, яғни 371.800-ден 157.800-ді азайтамыз. Бұл 214.000 теңге болды. Яғни бұл екінші телескоптың 2 дана екінші телескопқа осынша төленген. Ендеше оның 1 данасы қанша тұратын табу үшін біз осыны 2-ге бөлеміз. 214.000-ді 2-ге бөлсек 107.000 теңге болады. Демек, жауабы телескоптың екінші түрі 107.000 теңге тұрады. Екінші есеп, теңдеулер құр, оларды шеш. А. Айна бір сан ойлады, оны 16 есе кемітті. Шыққан санды 15.473-ке арттырып, 27.857 санын алды. Айна қандай сан ойлады? Әсі, Болат ойлаған санын 1000 есе арттырды. Нәтижесінде 25.000 мен 750.000 сандарының қосындысына тең сан шықты. Болат қандай сан ойлады? Б-сы, Арман ойлаған санын 16 есе кемітіп, нәтижесінде 18.000 мен 15.642 сандарының айырмасына тең санды алды. Арман ойлаған санды тап. Бірінші асын орындаймыз. Айна бір сан ойлады дейді. Демек, ойлаған санды біз x деп аламыз. Оны 16 есе кемітсе, x-ті 16-ға бөлуіміз керек. Осы шыққан санды дейді 15.473-ке арттырып, 27.857 санын алды дейді. Демек, осындай теңдеу түзіп алдық. Яғни x-ті 16-ға бөліп, 15.473-ті қоссақ, 27.857 шығу керек. Енді x-ті табу үшін біз мына қосуды азайту таңбасы мені екінші теңдеудің екінші жағына өткіземіз. 27.857-тен 15.473-ті азайтсақ, 12.384 болады. Ал енді x-ті табу үшін осы 12.384-ті 16-ға көбейтеміз. X-іміз 198.144-ке тең. Бұл айна ойлаған сан. Орнына қойып тексеріп көреміз. 198.144-ті 16-ға бөлетін болсақ, 12.384 болады. Оған 15.473-ті қоссақ, 27.857. Ал 27.857 27.857-ге тең. Әсінде Болат ойлаған санын 1000 есе арттырды дейді. Яғни x-ті 1000-ға көбейтеміз. X бұл Болат ойлаған сан. Оны 1000 есе арттырсақ 1000-ға көбейтеміз. Нәтижеде дейді 25.000 мен 750 сандарының қосындысына тең сан шықты дейді. Тең деп 25.000-ға 750.000-ді қосамыз. Теңдеудің оң жағын орындап аламыз. 25.000-ға 750.000-ді қоссақ 775.000 болады. Енді x-ті табу үшін осы 775.000-ді 1000-ға бөлеміз. X-іміз 775-ке тең. Демек, Болат 775 санын ойлаған. Орнына қойып тексеріп көреміз. 775-ті 1000-ға көбейтсек, 775.000,
Ал 25 мыңға 750 мыңды қоссақ та 775 мың. 775 мың 775 мыңға тең. Б-сы Арман ойлаған санын 16 есе кемітіп дейді. Арман белгісіз ойлаған саны X болады. Оны 16 есе кемітсек, X-ті 16-ға бөлуіміз керек. Нәтижеде дейді 18 мың мен 15642 сандарының айырмасына тең санды алған. Демек, тең болады 18 мыңнан 15642-ні азайтқанға. Теңдеуді орындаймыз. X бөлі 16 деп. Теңдеудің оң жағындағы амалды орындаймыз. 18 мыңнан 15642-ні азайтсақ 2358 болады. Енді X-ті табу үшін 2358-ді 16-ға көбейтеміз. X-іміз 37728-ге тең болады. Бұл Арман ойлаған сан. Орнына қойып тексеріп көреміз. 37728-ді 16-ға бөлсек 2358, 18 мыңнан 15642-ні азайтсақ 2358-ге тең. 2358 2358-ге тең. Күрделі теңдеулер екі немесе одан да көп арифметикалық амалдардан тұратын теңдеулер. 5 көбейту y азайту 10 тең 15. Бұл жерде 5 y-іміз белгісіз азайғыш, ал 10 азайтқыш, 15 айырманың мәні. Енді бұл жерде орындайтынымыз мұна азайтқышты теңдеудің екінші жағына қарама-қарсы амал таңбасымен, яғни 15-ке 10-ды қосамыз, өткіземіз. Сонда 5 көбейту y тең 15 қосу 10 болады. 5 көбейту y-іміз 25-ке тең, ал y-ті табу үшін 25-ті 5-ке бөлеміз, y-іміз 5-ке тең. Енді екіншісінде 12 қосу жақшаның ішінде x қосу 34 тең 83. Бұл жерде 12 қосылғыш, x қосу 34 де белгісіз қосылғыш. Ал 83 қосындының мәні. Бұл жерде теңдеуіміз күрделі теңдеу болып тұр, өйткені мұна қосылғыштың өзі қосынды арқылы өрнектелген, яғни екі қосылғыштың қосындысы түрінде өрнектелген белгісіз қосылғыштың өзі де. Енді бұл жерде табу үшін біз бірінші жақшаны ашып жазып аламыз. X қосу 34 тең деп 83-тің өзін жазамыз да, ал мұна 12-ні теңдеудің екінші жағына азайту таңбасы арқылы өткіземіз. 83-тен 12-ні азайтамыз. Енді жазып аламыз. 34 қосу X тең 71 деп X-ті табу үшін 71-ден 34-ті азайтамыз. Бұл X-іміз 37-ге тең болады. Енді кейінгі теңдеуді орындаймыз. 63 пенен 15 азайту X-тің бөліндісі 7-ге тең екен. Бұл күрделі теңдеу болып тұр, өйткені бөлінгіш 63-ге тең болғанмен белгісіз бөлгішімізде амал, яғни айырма арқылы берілген. Енді бұл жерде бірінші біз жақшаның ішіндегі санды жазып аламыз. 15 азайту X тең деп, және мына жердегі белгісіз бөлгішті табу үшін біз 63-ті 7-ге бөлеміз, яғни бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Сонда 9-ға тең болады. 63 7-ге бөлсек 9-ға тең. Енді 15 азайту X тең 9 болса, бұл жерден X табатын болсақ, 15-тен 9-ды азайтамыз, бұл X-іміз 6-ға тең болады. Кейінгісінде 4 пенен X азайту 5-тің көбейтіндісі 28-ге тең екен. Осындай күрделі теңдеу берілген. Бұл жерде көбейткішіміз 40, бірінші көбейткішіміз 4-ке тең, екінші көбейткішіміз X азайту 5-ке тең, ал көбейтіндінің мәні 28-ге тең болып тұр. Бұл жерде де бірінші жақшаның ішін жазып аламыз да, ал екінші белгісіз көбейткішті табу үшін көбейтіндінің мәнін бірінші көбейткішке бөлеміз, яғни 28-ге 4-ті бөлеміз. X азайту 5 тең 7 болады, яғни 28 бен 4-тің бөлінісі 7-ге тең. Енді X-ті табу үшін 7-ге 5-ті қосамыз, X-іміз 12-ге тең болады. Төртінші есеп, теңдеулерді шеш. 134.545 пен X-тің айырмасына
23-ті қоссақ 98-ге тең деген. Демек, бұл күрделі теңдеу. Бірінші біз жақшаның ішін жақшаны ашып жазып аламыз да, өзіні тең қойып, одан кейін мына екінші қосылғышты мына қосындының мәнінен азайтамыз. Яғни 98-ден 23-ті азайтамыз. Бұл 75-ге тең болады. Енді бұл мына теңдеуден біз x-ті табамыз. Қарапайым теңдеу түріне келді. Бұл жерде бірінші мынау азайғыш, азайтқыш белгісіз. Азайтқышты табу үшін мына азайғыштан айырманың мәнін азайтамыз. Сонда 134.545-тен 75-ті азайтсақ, 134.470 болады. X осыған тең екен. Орнына қойып тексеріп көреміз. 13.545-тен азайтамыз 134.470-ті. Бұл 75 болады. 75-ке 23-ті қосатын болсақ, 98-ге тең. 98-98-ге тең. Екінші теңдеуді орындаймыз. X пен 52-нің қосындысыны 7-ге бөлсек, 700-ге тең деген. Яғни, бөлінгішіміз X қосу 52-ге тең болып тұр. Бұның өзін жазып аламыз да, мына бөлу амалын теңдеудің екінші жағына көбейту амалы арқылы өткіземіз. 700-ді 7-ге көбейтеміз. Яғни, бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз. 700-ді 7-ге көбейтсек 4900 болады. Енді x-ті табу үшін 4900-ден 52-ні азайтамыз. X-іміз 4848-ге тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. 4848-ді 52-ге қосатын болсақ, 4900 болады. Ал 4907-ге бөлсек 700-ге тең. 700-700-ге тең болады. Кейінгі теңдеуіміз 2002 мен x көбейту 5-тің қосындысы 46022-ге тең. Демек, бұл жерде мына бірінші қосылғыш 2002-ге тең, екінші қосылғыш x көбейту 5-ге тең. Біз екінші көбейткіштің өзін, қосылғыштың өзін жазып аламыз. X көбейту 5 тең деп, қосындының мәнінен қосылғышты, бірінші қосылғышты азайтамыз. 46022-ден 2002-ні азайтсақ, 44020 болады. Ал енді x-ті табу үшін 44020-ны 5-ге бөлеміз. X-іміз 8804-ге тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. 8804-ді 5-ге көбейтсек 44020 болады. Оған 2002-ні қоссақ 46022-ге тең. 46022 46022-ге тең болады. Кейінгі соңғы теңдеуіміз 34000-ға x көбейту 1000-ның көбейтіндісін қоссақ 76000-ға тең екен. Демек, бірінші қосылғыш 34000-ға тең, екінші қосылғышымыз x көбейту 1000-ға тең. Біз екінші қосылғышты жазып аламыз, өйткені белгісіз қатысқан. Бұда x көбейту 1000 тең деп, қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. 76000-нан 34000-ды азайтсақ 42000 болады. Енді x-ті табу үшін 42000-ды 1000-ға бөлеміз. X-іміз 42-ге тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. 42-ні 1000-ға көбейтсек 42000 болады. Оған 3400 қоссақ, 34000-ді қоссақ 76000 болады. Ал 76000-ға тең. 5-ші сеп теңдеулерді шеш. X пен 340-тың қосындысынан 152-ді азайтсақ 214-ге тең. Демек, бұл жерде X қосу 340-ымыз азайғыш болып тұр. Азайғыштың өзін жазып аламыз да, мына екінші азайтқышты теңдеудің екінші жағына қарама-қарсы амал таңбасымен қосу амалымен өткіземіз. Сонда 214-ге 152-ні қоссақ 366-ға тең болады. Ал x-ті табу үшін 366-тан 340-ты азайтамыз. X-іміз 26-ға тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. 26-ға 340-ты қоссақ 366, одан 152-ні азайтатын болсақ 214-214-214-ге тең. Екінші теңдеуіміз 500-ге x қосу 140-тың қосындысы 2056-ға тең болып тұр. Бұл жерде бірінші қосылғыш 500, екінші қосылғыш x қосу 140. Демек, біз екінші қосылғыш жазып аламыз. X қосу 140 тең деп, қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. Сонда x қосу 140 тең 1556 болады. Ал енді x табу үшін 1556-тан 140-ты азайтамыз. Бұл 1416-ға тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. X-тің орнына 1416-ны қойсақ, оған 140-ты қосамыз.
бұл 1556 болады. Оған 500 қосасын болсақ 2056-ға тең. 2056-ға тең. Кейінгісі 800 бен y-тің бөліндісінен 300 азайтсақ 500 болады. Демек, азайғыш 800 бөлу y. Оның өзін жазып аламыз. Енді айырманың мәні 500, оған азайтқышты қосамыз. 800 болады. 800 бөлу y тең 800-ге, y-іміз 800-800-ге бөлсек 1-ге тең болады. Ал енді орнына қойып тексереміз. 800-ді 1-ге бөлсек 800, одан 300 азайтсақ 500, 500-500-ге тең. Кейінгі теңдеуіміз a қосу 200-ді бөлеміз 400-ге тең 2 дейді. Демек, бұл жерде бөлінгіш a қосу 200 болып тұр. Соның өзін жазып аламыз. Жақшаның ішіндегі амалды тең деп 2-ні 400-ге көбейтеміз, яғни бөлгішке көбейтеміз. Бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтсек 800 болады. Енді a қосу 200 тең 800 деп жазып, a-ны табамыз. 800-ден 200 азайтсақ 600-ге тең. a 600-ге тең. Орнына қойып тексереміз. 600-ге 200 қоссақ 800, оны 400-ге бөлсек 2 болады. 2 2-ге тең. 6-шы есеп. Калькулятордың көмегімен есепте тексер. Берілген амалды жазып аламыз. Бірінші 456 миллион 789,876-дан 8 миллион 765,456-ны азайтуымыз керек. Калькулятордың көмегімен есептеп жаздым. Демек, айырманың мәні 448 миллион 24,420-ға тең екен. Бұл жерде айырма берілгендіктен біз оны тексеретін болсақ, қосу арқылы тексереміз. Яғни шыққан санға айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. Сонда қосқанда мұны бастапқы азайғыш келіп шықты. Яғни 456,789,876 келіп шықты. Бұны да калькулятордың көмегімен есептедім. Бұл жердегі есептердің барлығын калькулятордың көмегімен есептеп жазып қойдым. Көк сиямен жазылғаны бұл тексерілгені. Яғни тексер деген ғой. Азайтумен берілсе қосумен, қосу берілсе азайтумен тексереміз. Өз беттеріңізше есептеп калькулятордың көмегімен тексеріп орындап көрсеңіздер болады. Жетінші есеп. Сызба бойынша есеп құрастыр, оны теңдеу құрып шығар. Демек, сызбада қуып жету қозғалысы берілген. Міне, бірінші мотоциклшінің жылдамдығы 45 км/сағат екен, екіншісінің жылдамдығы 30 км/сағат екен. Екеуі екі жерден шыққан бір бағытта. Арадағы қашықтықтары 60 км, яғни екеуі 60 км ара қашықтықта орналасып, екі түрлі жылдамдықпен шықты және олар неше сағаттан кейін кездеседі дейді. Есеп қуып жету жылдамдығына берілген. Бұл жерде жақындау жылдамдығын тауып аламыз. Бірінші 45-тен 30 азайтсақ 15 қалады. Демек, мына формулаға қойып орындаймыз. V1-дің орнына 45, V2-ның орнына 30, T-ның орнына X қоямыз. Өйткені неше сағаттан кейін қуып жетеді деп отырмыз ғой. Және ара қашықтық S. Теңдеу түздік. Енді теңдеуді орындасақ 15 көбейту X-тен 60 болды. X-ті табу үшін 60-ты 15-ге бөлеміз. X-іміз 4 сағат болды. Демек, жауабы 4 сағаттан кейін қуып жетеді. 8-ші есеп салыстыр. 258 көбейту A және 258 көбейту A қосу 1. Осы екеуін салыстырамыз. Бұл жерде екеуінде де бірдей сан. Бірінші көбейткішіміз екеуінде бірдей, ал екінші көбейткішіміз біріншісі A екен, ал екіншісінде A қосу 1 екен. Демек, мынау көп. Мынада A бір сан болатын болса, мысалы кез келген санды алайық, 2 болса, мынаған 2-ге 1 қоссақ 3 болады. Демек, біреуге артық деген сөз. Ендеше көбейткенде үлкен санға көбейтсек, сол жақ артық болады. Демек, артық белгісінің 258 көбейту A кем болады, 258 көбейту A қосу 1-ден. Енді екіншісі 128-ді 5-ке көбейту және 128 бен 4-тің көбейтінісімен 128-дің қосындысы екен.
Демек 128 бұл жерде екеуінде де бар. Ал мынада біріншісінде көбейткішіміз 5, ал мынада 4 екен. Бірақ мына жерде тағы бір 128 қосу деген. Ендеше бұл жерде 128 көбейту 5 десек те болады. Демек бұл екі тең. 471 мен 9-дың көбейтінісі 471 көбейту 10 қосу 471 деген. Бұл жерде мына жерде 471 10, мына менен 11 болады. Ал мынада 9. Ендеше мынау артық. Демек 471 көбейту 9-ымыз кем болады. 471 көбейту 10 қосу 471-ден. Кейінгісі 582.002-ні 2-ге бөлінісімен 58.202-нің 2-ге бөліндісі дейді. 582.000 үлкен, бөлгіштері бірдей. Бірақ бөлінгіштері қайсысы үлкен болса, сол жақ артық болады. Ендеше 582.000 2 бөлу 2-міз артық 58.202-нің 2-ге бөліндісінен. Одан кейін 5-тің 20-ға көбейтінісімен 99 мен 1-дің айырмасы дейді. 5-тің 20-ға көбейтінісі 100-ге тең, ал 99-дан 1-ді азайтсақ 98 болады. Демек 5 көбейту 20-мыз артық болады. Кейінгісі 589 қосу 4 көбейту 0 және 589 көбейту 0 қосу 4 дейді. Мына жерде 4-ті 0-ге көбейтсек 0 болып кетеді, мына жақта 589 қалады. Ал мына жақта 589-ды 0-ге көбейтуіміз керек. Бұл 0 болады да, демек 4 қалады. Ендеше 589 қосу 4 көбейту 0-іміз артық болады. Одан кейінгісі 800.000-нан 1-ді азайту және 799.999-ға 1-ді қосу дейді. 1-ді азайтсақ 799.999 қалады. Ал мына жерге 1-ді қоссақ 800.000 болады. Ендеше 800.000-нан азайтқан біріміз кем болады? 799.999-ға 1-ге қосқаннан. Одан кейінгісі 125.004-ті 3-ге бөлеміз екен, ал одан кейінгісі 1.250.040-ты 30-ға бөлуіміз керек. Бұл жерде мына сандардың соңында нөлдері бар екен. Егер екеуінде нөлдерін қысқартып тастайтын болсақ, мынауда 125.004 болады, ал мына бөлгішіміз 3 болады. Ендеше екі жақ бірдей болғандықтан бұл тең болады бұл амалдар. 9-ыншы есеп. Сызба бойынша өрнек құр және ондағы амалдардың орындалу ретін белгіле. Өрнектің мәнін тап. Сызба бойынша өрнек құрастырдық. 27.150-дің 3-ге бөліндісін 50-ге бөлеміз. Және оған шыққан санға 2400-дің 4-ге көбейтіндісін қосып, шыққан саннан 32.500-ді 5-ге бөліп, оны тағы да 2-ге бөліп азайтамыз. Орындалу тәртібін үстіне жазып қойдым. Бірінші мына жақшаны орындаймыз, одан кейін мына бөлу амалын орындаймыз. Үшінші мына екінші жақшаны орындаймыз, төртінші мына жақшаның сыртындағы амалды орындаймыз. Бесінші мына көбейту, одан кейін қосу амалы, одан кейін соңында жетінші азайту амалын орындаймыз. Орындалу тәртіптерінің бәрін жазбаша түрде жазып қойдым. 27.150-ді 3-ге бөлсек 9.050 болады. Оны 50-ге бөлетін болсақ 181. Үшінші 32.500-ді 5-ге бөлеміз. Бұл 6.500 болады. Енді 6.500-ді 2-ге бөлетін болсақ 3.250 болады. Бесінші қосу амалын орындаймыз. Көбейту амалын 2404-ге көбейтсек 9600 болады. Алтыншы қосуды орындаймыз. Осы 9600-ге 181-ді қосамыз. Бұл 9781 болады. Енді жетінші осы 9781-ден 3250-ді азайтамыз. Бұл 6531 болады. Демек, өрнектің мәні 6731-ге тең. 10-шы есеп. Талдай отырып шығар. Таразының бір табақшасына 5 бірдей шар және 3 бірдей текше салынған. Екінші табақшасында осындай 4 шар мен дәл сондай 4 текше бар. Таразы теңесіп тұр. Қайсысы жеңіл? Шар ма, текше ме? Жақсылап мән беріп қарайтын болсақ, мұны 5 бірдей шар бар және 3 текше бар екен. Барлығы 8 болды. Ал мына жақта да 4 бірдей шар және 4 бірдей текше. Барлығы 8 болды. Енді екеуі тең болып тұр. Сонда қалай болғаны? Ендеше, мына жердегі бір шар мен
бір текше тең болыптыр. Ендеше бұл жерде ешқайсысы жеңіл емес, шар да текше де екеуі бір-біріне тең. Дәптерге осылай жазып қойдық. Жауабы шар мен текшенің массасы бірдей деп. 11-ші есеп. Сол жақ бөлігіндегі амалдардың орындалу ретін белгіле. Теңдеулерді шеш. Берілгенін жазып аламыз. 390-ға 4900 бен К-ның бөліндісін қоссақ 460-ға тең екен. Демек, бұл жерде екінші қосылғыш 4900 бөлу К болып тұр. Сол жақ бөлігінде орындайтын болсақ, бірінші осы мына екінші қосылғыштың өзін жазып аламыз. Одан кейін тең деп жазып, 460-тан, яғни қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. 460-тан 390-ды азайтамыз. Енді 4900 қосу К тең 70 болады. К-ны табу үшін 4900-ді 70-ке бөлеміз. К 70-ке тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. 390-ға 4970-ке бөлетін болсақ 70 болады. Оған 390-ды қосатын болсақ 460. 460-қа тең. Екінші теңдеуді жазамыз. 230 көбейту А қосу 40 тең болады. 10.000 мен 20-ның бөліндісіне. Демек, сол жағын бірінші орындайтын болсақ, бұл жерде бірінші қосылғышымыз 230 көбейту А болып тұр. Екінші қосылғышымыз 40-қа тең. Ал қосындының мәні 10.000-ның 20-ға бөліндісіне тең болып тұр. Демек, бірінші 230 көбейту А қосу 40 деп, мына оң жағын орындап аламыз. 10.000-ды 20-ға бөлсек 500 болады. Енді қарапайым теңдеу түріне келтіру үшін біз мына бірінші қосылғыштың өзін жазамыз. 230 көбейту А тең деп, 500-ден, яғни қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтамыз. Бұл 460-ға тең болады. А-ны табу үшін 460-ты 230-ға бөлеміз. А 2-ге тең. Орнына қойып тексеріп көреміз. А-ның орнына 2-ні қойсақ, 230-ды 2-ге көбейтсек 460, оған 40-ты қоссақ 500 болады. Ал 10.000-ды 20-ға бөлсек 500. 500-500-ге тең. Осымен бүгінгі 134-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.